Бүгін облыс әкімі Нұрлан Асқарұлы жазушы Қажығали Мұхамбетқалиевті қабылдады. Қаламгердің қасында жары Сұлуғаным Фатық қызы мен жазушы Мереке Құлкеновте болды. Осы кезге дейін бірнеше кітапты өмірге әкелген жазушы таяуда Тар кезең атты тағы бір еңбегін жарыққа шығарды. Тарихи романда сөз бастаған шешен, қол бастаған көсем, сырымды атылы туралы мол мағлұматтар қамтылған. Қажығали Мұхамбетқалиұлы біздің облысымызға келгенін мақтан тұтатынын жеткізді. Осы жайық бойында туып өскен, бүкіл өмірі қоғамдық қызметі осы төңіректе өткен сырымды атылы туралы шығарма жазған адамын. Бір сырымның өзі осы елдің үлкен ту ғой деп ойлаймын. Сырымның атын әрберден кейін осы Батыс Қазақстан облысы өзіне ту қылып ұстаса да еш жерде ешкімнің алдында ұялмауларына болады. Қажығали Мұхамбетқалиұлы жаңа туындысын жазуға 20 жылға жуық уақыт жұмсапты. Содан бері көптеген мұрағаттарды ақтарып, Сырым батыр туралы білгендерін, көңілге түйгендерін қағазға түсірген. Облыс әкімінің қабылдауынан соң Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияда Тар кезең атты тарихи романның таныстырылымы өтті. Оған өңір басшысы бастаған бірқатар лауазым иелері қатысты. Шара барысында қаламгердің иығына шапан жабылып, гүл шоқтары ұсынылды. Оқырман қауым, біз бүгін Қажығали Мұхамбетқалиұлының 20 жыл бойы ізденіп, көз майын тамызып, көзі қарақты оқырманның іздеп оқитын кітабының тұсаукесеріне келіп отырмыз. Бұл кітапта тарихи оқиғалармен қатар тарихи роман бойында. Халықтың өмірін, сол кездегі салтын, дәстүрін, әдет-ғұрпын барлығы толығымен берілген. Оған баға беру сіздердің еншілеріңде. Шарада жазушының қаламгер інісі Мереке Құлкенов бастаған өзге де жандар сөз сөйлеп, өздерінің жүрек жарды лебіздерін білдірді. Бұл кеште күмбірлеген күйлер тартылып, әндер шырқалды.